Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma ma ba'd. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli baular. Allah subhanahu wa ta'alaga sansız maqtalar bolsun. Біздерге өзің жақсы көретін мешітінде өзін ұлықтауға мүмкіншілік жаратып бергеніне, адамзаттың асыл тажы сүйікті пайғамбар алейхиссаламға салауаттар болсын. Алыстан жақынға келген баршаларымыздың қадамдарымызды Алла Тағала хасанаттан жазған болсын. Мына отырысымызға себепші болған Нұрбол имамға Алла разы болсын. Басымызды қосып, Құранда аят бар, Алла Тағала айтады, араларында осындай жақсылыққа себепші болатын адамдар болсын дейді. Сол үшін имамдарға бауырлар дұғада болайық. Алла Тағала осы атқарып жатқан қызметтерін Алла абырой берсін иншалла. Енді құрметті момын мұсылмандар, Аллаға шүкір, біздердің ұстанып келе жатқан дініміз Алланың алдында шынайы қабыл болатын дін. Инна дина индаллахи ислам деген аят бар Құран Каримде. Біздер бүткіл үмбеттің арасындағы ең жақсы қайырлы үмбет болдық. Құран Каримде kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Шығарылған адамзаттың ішіндегі ең қайырлы үмбет болдыңдар дейді Алла субханаху ва тағала. Біздер мақтап жатыр. Иманға келдіңдер, бір-біріңді жақсылыққа шақырасыңдар, жамандықтан қайтарасыңдар деп, осы аятқа амал жасайық деп, құрметті бауырлар, иншалла имандасайық, жүздесейік деп келіп отқан жағдайымыз. Ешкімге ақыл айтып келгеніміз жоқ. Мойнымызда үлкен аманатымыз бар. Сол аманатты шама шарқымыз келгенше жеткізуге тырысамыз. Әрине бәршамызда білгенімізді білмейтініміз көп. Сол үшін құрметті бауырлар, осы айтылатын хадис баршамызға иншалла жұғысты болсын, амал істеуімізді нәсіп етсін. Пайғамбар алейхиссалам айтады, 4 дәреже бар дейді. Осы қысқа өмірде адамдар 4 түрлі дәрежеге бөлінеді екен. Бірінші дәреже, пайғамбар алейхиссалам айтады, Алла субханаху ва тағала бір пендесіне дүние береді, және білім береді деді. Ол ең үлкен, ең жақсы дәреже дейді. Осы бірінші дәреже. Дүние берілді және білім берілді. Сол білім арқасында дүниені қайда жұмсау керек екенін ол біледі екен. Алла субханаху ва тағаланың дұрыс деген мәселелеріне ғана көмектеседі, Алланың дұрыс емес деген мәселеде көмектеспейді. Ағайын туыстарына қамқоршы, көршілеріне жақсылық жасайды, жамағатпен бірге болады. Алланың берген дүниесін Алланың жолында не істейді ол адам? Осы момын мұсылмандарға, жалпы адамдарға пайдасы тиетін адам екен. Және сол дүниесі бар адам әрі білім арқылы ықыласты адам екен. Әрдайым ниетін турлап жүреді екен. Алла Тағала, мен қазір не істейін деп жатқан болсам, сен үшін істеймін. Маған осы нәрсені берген сен ғой. Сол үшін Алла мені кешір деп, Аллаға серік қосып қоймайын деп, әрбір ізгі амалында тек қана ықыласпен істеуге тырысады екен. Ықылас деген сөз мағынасы Аллаға серік қосып қоймау. Хадис құдисте келеді, Алла субханаху ва тағала айтады екен, амалыңды қабыл ететін едім, жақсы амал болды. Бірақ сен маған пәленше деген құлымды қосып сен амал жасадың ғой. Біреу мақтаса екен, көрсе екен деген амал болғандықтан мен оны қабыл ете алмаймын. Сен сол маған жаныма қосып қойған адамға бар деп айтады дейді. Бауырлар, демек амалды Алла үшін істеу керек екен. Ықылас, ниет әрдайым не болу керек екен? Ықылас, ниет бұл әрдайым Алла үшін болу керек. Бірінші дәреже бауырлар, міне үлкен дәреже, білім бар және дүние бар. Екінші дәреже бар деді, білім бар, дүние жоқ. Бұл екінші дәреже. Сол біліміне амал істейді, адамдарға үйретеді, отанына қызмет етеді, адамдар арасында шамасы келгенше білгенін айтып жүретін адам екен. Бірақ ол адам дейді, пайғамбар алейхиссалам айтады, дүниесі бар адамдар бар, іштерінде ықыласты жаңа бірінші саптағы адам, соларды көріп қызғады екен. Алла, менде де осындай дүние болғандағы ғой шіркін. Мен де пәленше жомарт бай секілді білімге қосып, және көп амал істеп қалған болар едім. Дұрыс айтып жатырмын ғой, құр сөз, анау құрғақ шөп аузы жырат дейді ғой. Құр сөз айта берместен, мен де байлар секілді
айтқан сөзіме қоса адамдарға көмектесетін едім деп айтады дейді пайғамбар алейхиссалам. Бірақ сол адамның ықыласы, ниеті дұрыс болғандықтан Алла субхана ва тағала сол дүниесі жоқ білім бар адам бар ғой, екінші адам, екінші дәрежедегі адам, соған бірінші дәрежедегі адамның сауабын бере салады дейді. Ниет сондай. Егер оған дүние берілсе, шынымен жомарт болайын деп тұрған адам, бірақ қолда жоқ. Білім бар, сол біліміне амал істеп, Алла субхана ва тағала бұйырғандарын орындап, қайтарғаннан қайтып жүрген тақуа адам екен. Бірақ не жоқ ода? Дүние жоқ. Мұна жаңа субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп тәсбih тарттық қой намаздан кейін. Уақытысында осындай білімі бар, бірақ дүниесі жоқ сахабалардан шықты осының тарихы. Пайғамбар алейхиссалам келді: "Я Расулалла, мына бай бағландар бізден озып кетті" деді. Бұлар дейді, біз оқыған намаз оқып жатыр, біз де намаз оқимыз. Ораза ұстайды, біз де ораза ұстаймыз. Қажылық амал істеді, біз де істедік. Бірақ бұлар зекет береді, бұлар дейді, садақа береді. Ал біздер ше? Біздерде қолымызда түк жоқ, берейін десек. Бірақ олар зекет беру арқылы бізден озып бара жатыр. Соған Расулалла бізге осы мәселені қандай амал бар дегенде пайғамбар алейхиссалам оларға айтты: сендер әр намаздан кейін 33 мәрте субханалла деп айтыңдар, 33 мәрте альхамдулилля деп айтыңыздар, 33 мәрте Аллаху акбар деп тәсбih тартыңдар деді. Сол кезде дәл байлар секілді зекет садақа берген сауабын аласыңдар деді. Дәл солар секілді. Мұны естіген жаңағы білімі бар, бірақ дүниесі жоқ адамдар қуанып кетті. Сөйтіп, соны амалға асыра бастады. Күндердің күнде жаңағы адамдар және келді: "Я Расулалла, байларды естіп қойыпты мынаны" дейді. "Олар да бізбен жағаласып тәсбih тартып жатыр" дейді. Намаздан кейін отыра қалып, олар да тәсбih тартып жатыр, субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп. Тағы басқа жолды үйретіңіз деді. Пайғамбар алейхиссалам айтты: "Енді оларға айта алмаймыз" деді. Олармен жарыса алмаймыз деді. Демек, бауырлар, бірақ осы екінші айтып отқан хадисте дүниеңіз жоқ, бірақ дүниең болғанда мен де солар секілді зекет берем, садақа берем деген жүректе ықылас ниет бар еді. Алла субхана ва тағала сол ниетімізді көреді, ол біледі, ол естиді. Сол байлармен терезеңіз тең дәрежеде Алланың алдында сауап ерекше болады екен. Ниет болса болды екен бұл жерде. Ниет, ықылас. Бірақ кейде шын керек пендешілікке салынамыз да, сол дүниені Алла тағала береді ғой бізге. Берілгенде бірақ біз пендешілікке салынып қалмауымыз керек. Дүние берілген кезде біз не істемеуіміз керек? Баяғы айтқан уәдені естен шығармау керек. Алла дұрыс қой, есінде ол, бірақ мына бір шаруамды реттеп алайын. Иншалла айттым ғой, мен жігітпін, мен орындаймын, Құдай қаласа деп қойып жүре береміз ғой. Әрине, тағы да бере бер, бергеннен берекетті болай берсін, мен берем иншалла. Бауырлар, бұндай мәселеде өте қиын. Пайғамбар алейхиссалам уақытында сахаби барады, ол сахабидің лақабы мешіттің құсы деген лақапқа ие болған сахаба. Ол сахабаны іздеген адамдар тек қана мешіттен табады екен. Тіке мешітке барсаңыз, кез келген уақытта табасыз. Үйіне барып керек емес, жұмысына барып керек емес, кімге керек болса бірден мешітке барады. Бірақ күндердің күнде сол сахабаның үйіндегі жеңгей деп айтайықшы, әйелі ғой. Сол жеңгейіміз мына дүние мәселесінде кішкене сәл көп сөз айтып қояды екен. Пайғамбарға айтсаңызшы, дұға қысында бізді ел қатарлы, жұрт қатарлы өмір сүрейік те мына жалған өмірде. Анауымыз жоқ, мынауымыз жоқ, ел қатарлы кішкене бүтіндейік те дүниемізді айтсаңызшы, пайғамбардың дұғасы қабыл болады ғой деп күніге осындай сөздер айтады екен. Бірақ күніге айта бергеннен кейін жаңа сахабиде жарайды бел буып пайғамбар алейхиссаламға барады: "Я Расулалла, дұға қылыңызшы, біздің де кішкене дүниеміз пайда болса, бізде жағдайы бар адамдар секілді садақа берсек, зекет беріп көмектесіміз келеді. Шын керек елдің бәрінен қайырымдылық ала беріп бізге ұят болып кетті. Бізде бұлай бергіміз келеді елдерге." Пайғамбар алейхиссалам айтты: "Бауырым, сен дейді, болашақта шүкірлігін жаса алмай қалатын дүниеңнен дейді, осы жүргенің қайыр ғой" деді. Деп пайғамбар алейхиссалам оған сол тұрған халінде оған уағыз айтты. Пайғамбар алейхиссалам уағыз насихатталғаннан кейін: "Я Расулалла, мен түсіндім, дұға айтпай ақ қойыңыз бізге" деді. "Мен осы жүргенім қайыр екен ғой, мен түсіндім" деді. Бірақ арадан күндер уақыты, бірнеше уақыттар өтті, жаңа сахабидің үйіндегі жеңгей және баяғы әдетке салынды. Тағы да солды пайғамбар алейхиссаламға дұға жасатуға жіберді. Және пайғамбар алейхиссалам уағыз айтты, ол кісі сол ойынан қайтты,
3 мәрте осындай жағдай болды. Үшіншісінде пайғамбар алейхиссалам қолын жайып дұға жасады. Я Алла, я Рахман, я Рахим, я Джаббар, я Қахар, я Раззақ, мына пәленше деген пендеңе ризық берсін деп пайғамбар алейхиссалам ризық дұғасын сұрады. Пайғамбар алейхиссалам дұғасы тіке қабыл болды. Сол сахабидің үйінде тышқақ лағы бар еді деп келеді. Сол лағы егізден туып кетті. Егізден туып, ауласы ешкіге толып кетті. Сөйтіп ешкіні сатып қойға айыр бастады дейді. Сөйтіп қойлары көбейіп ауласына сыймай енді сыртқа қарау керек қой қойға. Мешіттің құсы аталған сахаби бір күнде бір-ақ мәрте келетін жағдайға жетті мешітке. Одан күндер өтіп бір жетіде бір-ақ мәрте келетін жағдайға жетті. Тек қана жұмаға келіп қояды, жұмабай болып кетті. Қалған уақытта келе алмайды мешітке. Неге келмейсің бауырым, сен мешіттен таппай жатыр қой десе, ренжімеңіздер, мен мал дүнием бар, қарауым керек, қойға қарауым керек, малға қарауым керек. Олар өрісте жүрем, айып етпеңіздер деп ақталады екен. Күндердің күнде бір айда бір мәрте келетін жағдайға жетті мешітке. Уақыт өте бір жылда бір-ақ мәрте айт намазға келетін ғана жағдайға жетті. Мединенің сыртында сол қойын бағып жүреді екен. Медине қаласынан сырттан біреу келе жатса, жүгіріп барып сәлем беріп, пайғамбарға сәлем айтып жүреді екен. Расулаллаға сәлем айтыңыздар менен. Мен тірімін, аманмын. Пайғамбарды сағындым бірақ. Сәлем айтыңыздар деп айтып жүреді екен. Барайын десе, сол қу дүние айтып жібермейді. Малға қарау керек. Мединеден біреу шығып келе жатса, алдынан жүгіріп шығып пайғамбарды сұрайды екен. Расулалланың халі қалай? Жақсы ма? Мен пайғамбарды сағындым деп пайғамбарды баруға болады алдына. Тірі Расулалла. Бірақ бара алмайды. Осылай күндер өтті, жылдар өтті. Мына зекет парыз болған аяттар түсті. Зекет парыз болған аяттар түсті. Кейін пайғамбар алейхиссалам сахабалары жан-жаққа сол зекеттің парыз екені жайында хабарын берді. Сол мешіттің құсы аталған сахабиға да хабар жетті. Ол кісінің айтқан жауабы, мыналарың барып тұрған адамды тонаушылық қой деген жауап алды. Мен айлап жылдап үйді көрмеймін. Сендер келесіңдер де менің қойымды бер деп айтасыңдар. Түйеден зекет бер деп айтасыңдар. Мыналарың барып тұрған адамды тонаушылық қой деп айтты да ол кісі. Жаңағы жеткізген хабаршы, бауырым бермесең бермей-ақ қой, мен тек қана жеткізушімін деп кет қалды. Пайғамбар алейхиссалам барып оқиғаны айтты. Я Расулалла, пәленше деген бауырымыз зекет бермеймін деп жатыр деді. Сол кезде пайғамбар алейхиссалам, мен оған айтқан едім ғой, шүкіршілік жасай алмайтын дүниеңнен осы жүргенің қайыр ғой деп айтқан едім ғой оған деді. Дәл сол сәтте пайғамбар алейхиссаламға аят түсті. Алла тағала айтады Құранда. Сондай бір пенделерім бар дейді. Олар дүние сұрайды Алладан. Алла тағала оларға дүние беретін болса, мен садақа берем, зекет берем, қайырымдылық жасаймын, адамдарға көмектесемін деген уәде береді дейді. Бірақ Алла субханала тағала олар кеңшілігімен оларға ризықты беретін болса дейді, олар сараңдық қылады дейді. Олардың баратын орны не деген жаман деп тозаққа баратын жайында аят түсті. Осы аят түскеннен кейін бұл хабар жаңағы мешітті құсы аталған сахабиға жетті. Осы аяттан кейін бірден малын бәрін тастады да пайғамбарға келді. Я Расулалла, айып етпеңіз, өткенде осындай мәселеде мен кішкене сараңдық қылып қойдым. Зекетімді берейін деп келдім деді. Пайғамбар алейхиссалам жылады. Бауырым, ренжіме, зекетіңді ала алмаймын деді. Сен себепті қияметке шейін оқылатын аят түсті Құранда деді. Мен ала алмаймын деді. Я Расулалла, малымның бәрін берем деді. Пайғамбар алейхиссалам жылады, зекетіңді алмаймын деді. Өйткені сен себепті Құранда аят түсті деді. Сен Аллаға уәде бердің ғой. Аллаға уәде берген екен тұрмадың ба бауырым уәдеңді деп пайғамбар алейхиссалам көңіл босап жылады, зекетті алмады. Сонымен арада уақыт өтіп пайғамбар алейхиссалам өмірден өтіп кетті. Абу Бакр Сиддиқ халифа болды. Халифаға келді жаңа сахаба. Мешіттің құсы аталған. Пайғамбар алейхиссаламның Сиддиқ досы екенін мақтап айтып келіп, Абу Бакр Сиддиқ, момындардың патшасы, зекет берейін деп келдім деді. Абу Бакр Сиддиқ айтты, бауырым ренжіме, пайғамбар алмаған зекетті дейді. Абу Бакр кім бопты дейді. Кім ол дейді. Пайғамбардың сөзінен өтіп кетіп, зекет алатын. Ренжіме, мен ала алмаймын деді. Сөйтіп жүріп, уақыт өтіп, Абу Бакр өмірден өтті. Омар халифа болды. Омар халифа болған кезде жаңа мешіттің құсы аталған сахаби қартайған шағы, кексейген шал болған кезде. Омардың алдына әрең жүріп келді дейді сол кісі. Келді де Омардың алдына келіп, момындардың патшасы,
мен малымның бәрін беруге келдім, алыңдаршы дейді. Сөзі Омардың жауабы сол болды. Ол да жылап, пайғамбар алмаған, Абу Бакр алмағанды Хаттабтың баласы алады ма дейді. Кім ол Хаттабтың баласы деп, ол да өзінің ешкім емес екендігін айтып, осындай сөздер айтты дейді. Сол сахаби өмірден өтіп кетті. Бауырлар, сондай нәрсе екен. Демек, кейде сол ықылас ниеттен біздер бұрыламызда пендешілікке салынып кетеміз ғой. Осы күнге шүкір, осы жүрген дәрежеңе альхамдулилля деу керек. Бауырлар, демек білім бар ма, дүниең жоқ па, оған ренжімеңіз. Альхамдулилля, ең маңызды иман бар сенде, білім бар. Алла Тағаланың есім сипаттарын танитындай сенде білім бар. 40 парызыңды орындай алатындай білім бар. Пайғамбар алейхиссалам айтады, Алла субхана ва тағала қайсы құлын жақсы көретін болса дейді, оған дінді түсінетін білім беріп қояды дейді. Одан дүниеден алшақтайтындай тақуалық беріп қояды дейді. Және өзінің айыбын көретін адам қылып қояды дейді. Осы 3 қасиет кімде болса, сіз тақуа жігітсіз иншалла. Алланы танитын білім бар, және дүниеден алшақтайтындай тақуалық бар, және өзіңнің айыбыңды көресің сен. Біреудің айыбын көру ол жақсылық емес. Өзіңнің айыбыңды көру ол жақсылық. Сіз шынымен жақсы адамсыз. Өйткені өзің айыбыңды көре аласың. Бауырлар, демек білім бар, бірақ дүние жоқ па, оған не істемеуіміз керек? Оған алынбау керек. Бұл қу дүние қаншама адамдардың түбіне жеткені осы дүние. Болған оқиға. Дүние үшін деп кейбір адамдар мынандай жағдайға да барған уақытысында. Бір адам көлікпен келе жатып, түнде ғой енді. Осында қашқаған сәтте, түнгі уақытта қаланың ішінде келе жатса, анау адамдар жүретін жолаушы жол дейміз ғой, пешеход дейміз. Сол жерден байқамастан баланы қағып кеткен. Бір жүргізуші кісі. Тоқтай салып, баланы көтеріп, мәшинесіне салып, больницаға алып барған. Больницаға алып барса, сол жердегі түнгі смендегі деп айтайықшы, дәрігер адам, ер азамат, жанында көмекшісімен лезде жетіп келіп, бала осындай болды, тезде көмектесіңдер десе, жарайды палатаға алып кіре бер деп, жанында көмекші беріп жіберіп, врач жаңа кісімен жеке сөйлесті. Бауырым, білесің, қазір дәрі деген ақша тұрады, еңбек бәрі ақша тұрады деп кішкене сондай астарлы сөздер айтқан ғой. Ана кісі бірден түсініп қойыпты. Бауырым, уайымдама, сен сұраған ақшаны мен алып келем қазір. Сен бастай бер көмегіңді деп, жарайды деп, ол кісі үйіне барып, үйіндегі бар ақшасын алып, достарынан ақшасын алып, жинап, келіп қараса, бала әлі жатыр дейді, орнында қимылдамай. Қойған жайында жатыр. Барып қараса, бала қайтыс болып кеткен. Сөйтіп, врачтың кабинетіне кірсе, врач телевизор көріп отыр дейді жаңа кісі. Барып, желкелеп, ашуланған соншалық желкелеп алып, баланы алып келген ғой. Сен өлтірдің да баланы. Қара, сен қарамағанда не болды деп, ақ матаның бесін ашып қараса, бала врачтың баласы болып шыққан. Тіпті қарамағанда ғой қандай бала екен. Құдайдың құдіреті дүние деп тұрған кезде врачтың баласы болып шыққан ол. Ол сол күні сменге түскен, ол ойлап отыр, әйел бала шағам үйде, мен балам үйде, отыр, бәрі аманшылық. Анасы сол екі кештің арасында баласын дүкенге жіберген ғой. Бар, осыны зат алып кел деп. Баласынан жолдан өтіп бара жатқан кезде жаңа қағып кеткен ғой біреу. Сөйтсе, сол врачтың баласы. Енді ана бетін ашқан екен, барып қараса, өзінің баласы өмірден өтіп кетті. Әттең-ай болып жылады, баласын құшақтап, бірақ не? Абай атамыз айтады ғой, қолын мезгілінен кестірмеді. Бауырлар, бұл дүние деген сондай нәрсе. Адам дүниеге махаббат қоятын болса, Алла субхана ва тағала көптеген жақсылықтан айырылып қаласың сен. Сол үшін, демек, екінші дәреже бұл не екен? Білім бар, дүние жоқ, бірақ ниет ықыласына байланысты, мынау бай секілді садақа, зекет, дүниесі бар секілді сауапты береді дейді пайғамбар алейхиссалам айтады. Не себепті? Ниет амалға байланысты. Ниет бар. Алла Тағала біздің сыртқы көрінісімізге қарамайды екен, беріп атқан ақшаңа қарамайды. Жүрегіңдегі ниетіңе қарайды. Мысалы, құрбандық шаламыз ғой, хадисте келеді ғой. Құрбандық шалыңыздар. Алла Тағалаға сіздердің қойларыңыздың қаны да, еті де, жүні де ешнәрсесі керек емес дейді. Сіздердің ниеттеріңіз қабыл болады ол жерде дейді. Ниет. Үшінші дәреже бар дейді. Дүние бар, білім жоқ. Үшінші дәрежеге адам. Біріншісі қалай еді? Дүниесі бар еді, білімі бар еді. Бұл өте үлкен дәреже деді пайғамбар алейхиссалам. Екінші кім еді? Білім бар, дүние жоқ. Бұл да ниетіне байланысты бірінші дәрежеге жетіп алатын ау деді. Үшінші дәрежеге адам дүние бар, білім жоқ. Бұл дейді пайғамбар алейхиссалам айтады,
бұл білімі болмағандықтан сол Алланың берген дүниесін Құдай мені жақсы көреді екен ғой деп ойлап қалады да сонымен көрінген мәселеге кірісе береді. Дүниесімен. Ол дұрыс па, дұрыс емес па қарамайды. Обал сауабына қарамайды. Арам адалына ажыратпайды. Құдайдың берген дүниесі, ана бір өлеңдерде бар екен ғой, оңалың барда ойранда шап дейді ғой. Ойраның барда ойында да күл дейтіндер бар қазір. Ойран деп атқан, нәпсің барда ойнап қал деп атындар. Бауырлар, бұл шайтанның сөзі бұл, Құдай сақтасын. Ойраңда барда ойында да күл деген шайтан сөйтіп айтады. Ойнап күлу үшін келгеніміз жоқ бұл өмірге. Алланың берген дүниесі бар ма? Бірақ ол дүние не істеу керек, бауырлар? Дұрыс жолға жұмсау керек еді. Бірақ бұл обал сауабына қарамастан сол дүниенің ертең ақыретте қатты сұрағы болады. Бұл адам дейді, Пайғамбар алейхиссалам айтады, бұл еш нәрсені ажыратпағандықтан оның дүниесі оған пайда бермеді. Білім болмағандықтан. Бұл дәрежеде фит дәрежелі ахбас дейді. Негізінде хабис деген сөз бар араб тілінде, ахбас деп екіге бөлінеді. Хабис деген өте жаман дәреже, ахбас деген одан да өте жаман дәреже. Оның дәрежесі ахбас болды дейді Пайғамбар айтады. Өте дәреженің ішіндегі ең жаңағыдай жек көрінішті дәреже сол болды дейді. Мынау кім бұл? Дүние бар, білім жоқ. Демек, бауырлар, дүние бар, Құдайға шүкір, көп адамдарда білім жоқ па, адам қорқу керек. Өйткені бұл білімсіз, біліммен ғана сіз ол дүниені басқара аласыз. Ал білім болмайтын болса, алдыңыз қараңғы, шамшырақ, қолыңызда білім жоқ, қайда лағып баратқаныңды білмейсің сен. Сол осы жүрген дүниеге мәз болып жүре беруге болмайды екен. Өйткені ол дүние, нәпсі бар, шайтан бар, сізді көп жерде адастырып жібереді. Ертең оның сұрауы бар. Мына риуаяттарда келгеніміздей, жағдайы жоқ адамдар байларға қарағанда 500 жыл алдын ерте жәннатқа кіріп кетеді дейді. Жәннатқа бірінші қарапайым адамдар кіреді деген, кедейлер. Неге? Өйткені олардан сұралатын ешнәрсе жоқ қой. Сұралатын дүниесі өте аз болды да, сұралды, ал енді өте беріңдер. Байлар тұрып қалады екен. Әрбір дүниеден қайдан таптың, қайда жұмсадың, қайда таптың, қайда жұмсадың. Егер жаңағыдай бірінші дәрежедегідей адалмен тапты, адалға жұмсаған болса, иншалла оған жақсы болады онда. Ал үшінші дәрежедегі дүние бар, бірақ білім жоқ, білім болмағандықтан көп нәрсеге орнық қойған болса, Құдай сақтасын, оның не жағдайы қиын болады дейді Пайғамбар алейхиссалам. Бұл үшінші дәреже. Төртінші дәрежедегі адам бар дейді, білім де жоқ, дүние де жоқ дейді. Төртінші дәреже. Бұл дейді, сол ниетіне байланысты, ықыласына, мынау үшінші дәрежедегі адамға елік деген үшін бұнда дәреже соған жетеді дейді. Үшінші дәреже кім еді? Дүние бар, білім жоқ, бірақ бұл оған дүниесі пайда берді ме? Жоқ. Бұл адам қандай дәрежеге кетті? Өте жаман орынға кетті мына адам. Енді төртінші дәрежедегі адам ниетіне байланысты мынамен ілеседі, осы екеуі бір орынға кетті деді. Мына төртінші дәрежедегі адам. Неге? Бұда не жоқ? Білім жоқ, дүние де жоқ. Бұл не істейді? Мына дүниесін оңға, солға шашып, адал арамды ажыратпастан жүрген күнінен мынау көріп қызғат мынаған. Ай, шіркін-ай, мен болғанда одан да мықты істейтінім сол мәселені. Денсаулығым жоқта, егер денсаулығым болғанда ғой, сол төбелеске кіріп бәрі быт-шынша бұратын ем. Дүнием болмай қалды, айтпесе дүниеммен сон бәрін сатып алып бар ғой ана жерде. Мен басқаша қып қоятын едім. Ниеті сондай да бұның ше. Ниетіне байланысты бұл адам соны қылмысы жасамаса да, жасады деген ниетпен мынамен бірге кетті дейді Пайғамбар алейхиссалам айтады. Дәреже соған жетіп алды дейді. Егер Алла оған дүние берсе, шынымен сондай істейін деп тұр адам. Сол үшін құрметті бауырлар, демек осындай 4 дәрежеге бөлінетін жайында адамзаттың асыл тажы Пайғамбар алейхиссалам бізге ажыратып берді. Енді осы 4 нәрсені реттеп тұрған ниет, ықылас екен. Мына байларда басындағы білім бар, дүние бар. Егер ниет, ықылас болмаған кезде, бұлардың дұрыс болмағанда, бұлар тозаққа кететін еді, Құдай сақтасын. Өйткені Пайғамбар алейхиссалам екінші бір хадисі бар. Тозақтың есігі жабық тұр, бауырлар. Ешкім жәннатта емес, ешкім тозақта емес. Ертең тозақтың есіктері ашылған кезде ең бірінші 3 адам кіреді деді Пайғамбар. Тозаққа 3 адам лақтырылады деді. Соның біріншісі мынау байлар. Мына бай. Алла Тағала сұрайды екен. Алланың әділдігін қараңыздаршы. Алла ешкімнен сұрамастан бірден тозаққа лақтырып жіберуге де болады. Бірақ Алла Субхана ва Тағала сұрайды екен.
Мен саған байлықты бердім, қайда жұмсадың? Ол бай айтады екен, мен сенің разылығың үшін мешіт соқтым, медресе соқтым, больница соқтым, көше жасап бердім, көп қайырымдылық жасадым, дұрыс жасадың. Бірақ мен үшін болған жоқ қой оның бәрі. Жомарт бай деп айтышсын, адамдар мақтасын сені, қолы ашық екен, жомарт адам екен деп айтсын деп істедің ғой соның бәрін. Алла біледі ғой бәрін. Енді саған менің алдымда ешқандай жақсы орын жоқ деп тозаққа соны бірінші лақтырады деді. Қараңыздар, істеген амал жақсы, бірақ ол харамға жұмыс істемеген. Тек қана қайырымдылық жасаған бай екен мынау. Бірақ ниет қандай болған? Адамдар мақтаса екен, адамдар көрсе екен мені. Ой, пәленшенің баласы ғой мынау. Әкесі қандай жақсы адам еді, баласы одан да жомарт екен деп адамдар айтсын, тіпті керек болса саған ескерткіштер орнатты. Адамдар мақтап жатыр әлі. Бірақ Алланың алдында ешқандай дәреже жоқ, Құдай сақтасын, дәреже жоқ деді. Екінші, батыр адамды лақтырады тозаққа. Оны лақтырмай тұрып та сұрайды екен. Алла тағала айтады, мен саған күш қуат бердім, денсаулық бердім, оны қалай жұмсадың? Батыр айтады екен, мен елді қорғадым, жерді қорғадым, әлсіздерге қамқор болдым деп көп сонда өзінің батырдықты жаққа жұмсағандарын айтып ақталады. Алла субханала тағала айтады, жоқ, сен мен үшін істеген жоқсың. Пәленше батыр екен, қорқпайды екен, жүрегі арыстан екен. Қалай болса солай адамдарды жығып жібереді екен деп мақтану үшін ғана істедің ғой сен. Деп онда тозаққа лақтырады дейді. Үшінші кім лақтырады деді тозаққа? Ғалым, Құран жаттаған қарилар кетеді, Құдай сақтасын. Мен саған білім бердім. Сен оны қайда жұмсады десе, ұстаздар айтады екен сол жерде, Алла, мен сенің жолыңда дінге қызмет еттім, адамдарға білім үйреттім, адамдар алдына шығып хатымға Құран оқыдым. Алла тағала айтады екен, жоқ, сен мен үшін істеген жоқсың оны. Дауысы әдемі еді, Құран жақсы оқитын еді, уағызды әдемі айтатын еді, айтса, сөйтіп мақтаса екен деп айттың ғой адамдардың арасында. Деп оған да жәннатта орын жоқ екен, оны тозаққа лақтырады пайғамбар алейхиссалам. Қараңыздар, ең бірінші кіретін үш адам мынау. Үш сипаттағы адам. Демек, мына төртеуінде егер ниеттері дұрыс болса, онда бұл бәрі жақсы болар еді. Алғашқы екеуінің ниеті жақсы болды, білім де бар, дүние де бар, ол иншалла жақсы орынға кетті. Екіншісінде білім бар, дүниесі жоқ, ниеті жақсы. Ол да жәннатқа кетті иншалла. Үшіншісі кім бұл? Дүние бар, білім жоқ, ниеті жаман бірақ. Бұда ниет, ешқандай ниет жоқ. Бауырым, кішкене білім алып, кішкене көзің ашылып қарамайсың ба десе, бауырым, өзің орындай берсейші айналайын дейді. Ақырет бар ертең десе, барған екен мен ғой жауап беретін дейді. Бауырым, мен ғой жауап беретін дейді ол жақта. Мен сені бірдеңе деп жатырмын ба? Оны істеп жатқанды білем, дұрыс емес екен, білем дейтіндер бар. Екінші біреу бар, кім барып кеп дейтіндер бар. Кім барып кепті оқа дейді. Сен барып келдің ба? Жоқ, мен барған жоқпын дейді. Сен әкең барып келді ма? Барып келген жоқ. Кім барып келді оқа дейді. Бауырлар, барып келгендер бар. Пайғамбар алейхиссалам барып келді. Исра кешінде миғражға көтеріліп, пайғамбар алейхиссалам барып келді. Исра сүресі бар Құранда. Сол Исра сүресінде бәрін айтып қойды Алла тағала. Пайғамбар алейхиссалам Исра кешінде миғражға көтеріліп, 8 жәннатты, 7 тозақты бәрін көріп қайтты. Соны айтты Расулullah алейхиссалам. Ол жақта не болатын бәрін, оның ішінде кімдер бар екен бәрін пайғамбар айтты бізге. Төртінші адамда не дүниесі де жоқ, не білімі де жоқ. Бұл адам ниеті жаман болғандықтан үшінші топқа қосылып кетті да, бұл адамда Құдай сақтасын тозаққа кетті. Өйткені ниеті қандай болып тұр? Ниеті жаман. Сол үшін құрметті бауырлар, бүгінгі жалпы тақырыбымыз ниетімізді туралап жүрміз керек екен. Ниет. Мына алдымызда Құдай қаласа қасиетті Рамазан айы келе жатыр. Рамазан айында оразаны Құдай үшін ұстау керек. Адамдар ұят болады. Былтыр ораза ұстаған едім, биыл ұстамасам, ұстамадым деп айтады ғой. Ұят болмасын, қой, ұстай берейін десеңіз, ниетіңіз жақсы емес сіздің. Немесе диета, кішкене семіріп кеттім, салмақ қостым. Былтыр 15 кило жақсы тастаған едім. Биыл да Құдай қаласа бір 20 килодан ұратын шығармын Құдай қаласа. Деп ниет ораза ұстауға болмайды олай. Немесе мына намаз оқыса, адамға кішкене бір физиология екен естіп жатырмыз, пайдалы екен. Қой, оқи берейін намазымды. Деп ниет ондай болмау керек. Ниет Алла үшін болу керек. Алла үшін намаз оқыңыз, Алла үшін ағайын туысқа көмектесіңіз, Алла үшін бір сөз айт, немесе Алла үшін үндеме. Барлық біздің өміріміз 24 сағат бір күндік өміріміз Алла үшін өту керек. Мына дем шыққан кезде Алла үшін шықсын сыртқа, ішке тартқан кезде Алла үшін тарту керек.
Әрбір іс қимылымызды Алла үшін істеу керек. Алла үшін істемедіңіз бе, үндемей қоя салу керек. Енді кейде мынандай мысал айтылады да, пайғамбарды көп айтасыңдар дейді. Ол пайғамбар ғой ол дейді. Мен пайғамбар емеспін дейді. Әрине ол пайғамбар істей алады, оған жеңіл ғой дейді. Өйткені Алламен тілдесіп тұр ол. Ол жәннат тозақты көрді ол деген сияқты айтатындар бар бауырлар. Жарайды. Пайғамбар ондай біз айтқандай емес. Бірақ пайғамбар алейхиссаламның сахабалары дәл біз сияқты адамдар болған. Олар Алланың сөзін естіген жоқ, яғни уахи болған жоқ оларға, пайғамбарды көргенімен, бірақ олар миражға көтерілген жоқ. Дәл біз сияқты қоғамда өмір сүрген адамдар, сахабалар. Сол сахабалар онда бізге ғибрат болады. Негіз пайғамбарларда ғибрат негізінде. Бірақ оны кейбір адамдар соны сылтау қылып жатыр. Пайғамбар ғой әрине ол. Мен пайғамбар емеспін ғой дейді. Жарайды, сахаба біз сияқты адамдар еді. Али радхияху бізге мысал болады. Осы мәселеде Али радхияху ол батыр сахабалардың бірі, елді жерді қорғаған, дұшпандарын сағын сындырған үлкен сахаби. Мынау мүшриктерден келіп жекпе-жекте көбінесе Али шығатын болған. Жекпе-жекте. Сол бір жекпе-жектің бірінде Алидің жасы кішкентай, анау мүшриктің жасы үлкен. Және бұл мүшрик жеңіліп көрмеген. Жеңіліп көрмеген. Али радхияху сол мүшрикпен жекпе-жекке шыққан кезде Али бұған насихат айтты. Мен саған екі вариант ұсынамын деді. Біреуі исламды қабылдап мұсылман болсаң, тәубаңа келсең, онда мен сені өлтірмеймін деді. Екінші вариант, онда сен деді, мен қолымна халак боласың деді. Таңда қандай саған керек? Сол кезде жаңағы мүшрик такаппарланып Алимен алысып кетті. Али радхияху оны жауырын жерге жатқызып, қылышын алып, енді ол сырттан келді ғой дұшпан. Солардың мына ішкі мынау тыныштықты бұзуға келген ниеттер жаман адамдар ғой. Ал ниеті жаман адамдар ниетіне қарай қорғану деген бар дінімізде. Тұрып тая жіберуге болмайды. Дінімізде қорғануға да болады. Қорғануға болады. Отбасыңа біреу ұрлыққа кіріп келсе, қорғануың керек сен. Сабыр ет, ойбай сабыр айналайын. Жоқ. Алысып, жұлысып, тіпті сен соның қолынан қаза тапсаң шахид боласың сен. Өткен әйел бала шағаңды, дүниеңді, абыройыңды, дініңді қорғау саған парыз ол. 5 нәрсе бар қорғайтын. Али сол кезде мына дінді, отанды қорғап, жаңа мүшрикпен сол кезде ғана алысып жатыр ол. Жаңағыда күші көп болып, өзі барып тиіскен жоқ оған. Сөз Али қылышын алып, Аллаху акбар деп, отан үшін, дін үшін деп, жаңағыда ұрайын деп жатқан кезде мүшрик түкіріп жіберді бетіне оны. Түкіріп жіберді дейді бетіне. Али орнынан тұрып кетті. Кейін мүшрик айтты, енді мені Али жеңе алмайсың деді. Мен деді байқамай түсіп қалдым жаңа приемға дейді, астыңа. Мен оны біліп алдым деді. Енді мен жатқызамайсың деді. Бірақ сен мені өлтіре салмадың дейді жаңа жатқан жерінде. Сол Алидің жауабы, мен дейді бірінші Алла үшін деп осыны істейін деп жатқан едім деді. Сен мен бетіме түкіріп жүрген кезде мен нәпсім оянып кетті. Сен кімсің мен бетіме түкіретіндей? Отан, Алла деген бәрі маған сырып қойдың да мен нәпсім оянып кетті дейді. Қалай сен маған түкіресің бетіме? Деген нәпсім қозған кезде мен орнымнан тұрып кете салдым деді. Өйткені мен нәпсі үшін біреудің қанын арқаламаймын дейді. Басында Алла үшін болып тұрған еді барлық нәрсе. Қараңыздар, Али мысал ма? Мысал. Демек, әрбір мәселеде Алла үшін деген нәрсе араласпады ма, тоқтай салу керек, бітті. Бауырым, мен ниетім бұзылып кетті жата. Мен басында дұрыс бастап жатқан сияқты едім. Нәпсім араласып жатқан секілді, бауырым айып етпе, мен өшірім тоқтай салайын деп тоқтай салыңыз. Өйткені нәпсіңіз араласты ма, болашақта Құдай үшін деген нәрсе қалады ма жақта. Сіз басқа жаққа қарап лағып кетесіз. Сен менге кетесің соңында. Ал бас қалай бастаған еді? Алла үшін деп бастаған дедіңіз. Алла үшін деп басталған мәселе бауырлар соңына үшін кету керек. Сол үшін құрметті бауырлар, әрбір мәселе осы ниет, ықыласқа байланысты ғана адамдар өзгеріп кетеді екен. Мысалға, қазір басқа дін өкілдерінің өзі Құдайдың бар екенін біледі, христиандар да біледі, еврейлер де біледі. Анау пұтқа табынып жүрген пұтпараздар да біледі. Сиырға табынып жатқан индеецтер де біледі Алланың бар екенін. Бірақ солар ниеттеріне қалай бөлініп кетті. Біздің ниет ықыласымыз Аллаға ғана серік қоспау, Алланың өзіне ғана жалбарыну, ниет ықыласымыз сол. Ал олардың ниет ықыластары Алла бар екенін біледі, бірақ сол сиыр арқылы Аллаға жетеміз. Немесе христиандар Иса Құдайдың баласы, Мариям оның әйелі деп сол арқылы жетеміз деп ниеттері сондай олардың.
ықыластары солай. Сөйтіп Аллаға серік қосып солар адасқан қауым болып кетті. Құдай сақтасын. Бауырлар, демек бізді жәннатқа жетелейтін амал иншалла ол не екен? Ниет, ықыласымыз тура болу керек. Әрбір мәселеде ықылас ниетіміз туралап отырмыз керек. Жан Нұрекең айтып қалды ғой, бүгін демалыс күні еді ғой деп. Бір адамдарға да, бәріне емес қой енді. Сол демалыс күндері шыны керек, кейде әйел бала шағамыздың хаққысын беріп енді алып шығамыз ғой. Балаларымыз ойнатамыз, олар бір жеті күтіп жүреді. Сол балаларымызды ойнататын кезде мен өзіме ойланып тұрамын да үйден шығар алдым. Ниетімді турлап аламын. Алла, иншалла мен бала шағамды бүгін Алла үшін ойнатуым керек. О бейшараларды міндет қылып көшеге алып шығып, оларды жылатып, міндет қылып, тез давай деп алдыңа салып жүгірте беруге болмайды ғой. Мен сендерге қарап жатырмын бүгін. Уақыт ажыраттым деп міндет қылып, столды ұрып былай. Тездетсіңдерші деп. Жоқ, Алла үшін ба енді сабыр етесің. Бүгін бір күнді соларға арнадыңыз ба, ықыласпен болсын. Шаш таразба, парикмахермен жұмыс істейсің ба, біреудің шашын ықыласпен ал. Қалай болса солай ала салмастан, ықыласпен орында. Мысалға парикмахер 1000 теңге тұрса, біреу 2000 теңге тұрса, оған ықыласпен алады шашын. Қайта-қайта жанынан қарап, қайта-қайта айнаны қаратып қойып, өйткені қанша ақша төледі ол? Ол 2000 теңге тұрады. Төледі. Артығымен төледі ғой енді. Ал біреу әдеттегі 1000 теңгені төледі. Оны сөйтіп алады ма? Жоқ, өйтіп алмайды. Сыпырып тастайды да шашын. Болды, бауырым, тұра бер дейді. Енді қалай болды бұл жерде? Ниет қалай болды? Ананы ықыласпен орындады, мынаны ықыласпен орындаған жоқ. Анада ықылас қайда кетіп қалды? Ақшаға кетіп қалды. Өйткені 1000 теңге артық төлеп тұр ғой ана біреу. Дәрігер болсаңыз да сол, алдыңызға келген адамдарды ала аламаңыз. Бәріне ықыласпен бірдей мәміле қылыңыз. Шифа Алладан болады. Сіз тек қана себепкерсіз. Сіз анау дипломды алған кезде присяга қабылдағансыз. Ант бергенсіз. Мен қандай жағдайда да мен адамдарға көмектесемін деп ант қабылдағансың. Антыңды бұзбай енді. Жаңа көрдіңіздер ғой, ол болған оқиға екен. Балаң қайтыс болып кетті ғой, балаңа да қарамадың ғой. Дүние деп жүріп. Алла Тағала көрсетіп қойды. Именно өткен демек, ол адам оның алдында адамдар алалаған адам болып тұр ғой демек. Ақша бергенде ғана қараған болып, бермесең қарамаған болғандықтан Құдай Тағала сол бәлені басына алып келді. Өзінің сүйікті баласының орнына жатқызып қойды. Ал не істейсің енді? Түк те істей алмайды. Бауырлар, демек кез келген өмірде қандай кәсіппен айналыссаңыз да ықыласпен орындау керек. Ықыласпен. Пайғамбар алейхиссалам айтады, сіздердің ықылассыз орындаған көп амалдарыңыздан ықыласпен орындаған аз амалдарың артық дейді пайғамбар алейхиссалам. Қалай? Мысалға субханалла деп 33 мәрте айтамыз ғой, Мысалға бір бауырымыз жүрегінен ықыласпен субханалла деп айтты. Және ойланып тұр. Субханалла деген сөздің мағынасын түсінді, ол не айтып тұрған? Мағынасы не оның? Алла субхана ва тағала бүткіл кемшіліктен пәк. Менің кемшілігім бар. Бәріміздің кемшілігіміз бар. Бүткіл жаратылыстың кемшілігі бар. Идеальный адам жоқ өмірде. Жігіттер айтады, идеальный қыздар бар ма дейді. Ғалым айтқан, идеальный қыз десең өмірден бойдағы өтуіңе разы бол деген. Қыздар айтады, идеальный жігіт бар ма дейді. Идеальный жігіт іздесең өмірден сен де бойдағы өтуге разы бол онда. Идеальный жігіт жоқ, идеальный қыз да жоқ. Бәріміз пендеміз. Бәріміздің плюсіміз бар, минусымыз бар. Жақсы жағында бар, жаман жағында бар. Демек, бір адам бір-ақ мәрте субханалла деп айтты ма, азғантай амал ғой. Бірақ бұл амалы шексіз бұның. Дәрежесі көтеріліп, күнәсі кешіріліп кетті субханалла. Екінші біреу бар, 100 мәрте субханалла деп айтып отыр. Көз басқа жақта, ой басқа жақта, қолы субханалла, субханалла тіл кетіп отыр. Бірақ не? Ой мүлдем басқа жақта. Мұның миллион мәрте айтқан субханалласынан мына адамның ниет ықыласымен бір мәрте айтқан адам мұнанқа артық дейді пайғамбар айтады. Ықыласпен орындалған кішкентай амал ықылассыз орындалған үлкен амалдан артық дейді пайғамбар алейхиссалам. Артық қай жағынан? Яғни дәреже жағынан, сауап жағынан. Бауырлар, біздердің амал істегенімізге Алла мұқтаж емес. Аллаға ешқандай пайдамыз да жоқ, біздің зиянымыз да жоқ. Сол үшін құрметті бауырлар, Алла Тағала ниет ықыластарымыздан айырмасын. Әрбір амалымызды осы ықыласпен Алла үшін орындауымыз нәсіп етсін иншалла. Құран жаттасақ та, біреуге көмектессек те, біреуге жақсы сөз айтсақ та, үндемей қалсақ та, тек қана Алла үшін ғана орындауымыз баршамызға нәсіп етсін иншалла. Уахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин.